Балабул. Түлкі мен қоян ертегісі. Ертеде қалың орманда түлкі мен қоян болыпты. Қыс түскенде түлкі өзіне мұздан жарқыраған әдемі үй соғып алады, ал қоян болса қарапайым ағаштан жылы үй салады. Көктем шығып, күн жылынғанда түлкінің мұз үйі еріп, су болып ағып кетеді. Далада қалған түлкі қоянның үйіне барып, есігін соғады. Қоян көршім, үйім еріп кетіп далада тондым, сенің үйіне кіріп жылынайыншы депті. Ақ көңіл қоян түлкіні үйіне кіргізеді. Түлкі қоянның кереуетіне жатып алып, қоян сенің үйің маған ұнап тұр деп, кереуеттен тұрып қоянды өз үйінен қуа бастаған. Бұл үй енді менікі, кет далаға. Содан қоян далада қалды. Далада жылап отырса, аю келіп, қоян неге жылап отырсын депті. Қоян аюға түлкі өз үйінен қуып шыққанын айтады. Аю болса, қоянға көмектесем деп, барып үйдің есігін соғады, түлкіні қуып шығарайын деп. Ал түлкі бұл менің үйім, ешкімді кіргізбейін деп айғалап, кереуеттен секіріп, үйді қозғап қорқытады. Аю бұндайды көріп, қорқып қашып кетіпті. Қоян тағы да жолға жығып жылап жүрсе, оған қасқы кездесіп, қоян сен неге жылап жүрсін десе, қоян қасқыға да болған оқиғасын айтып береді. Қасқыр түлкіні үйден қуып шығарам деп, барып есікті соғады. Оны естіген түлкі қайтадан, үйге ешкімді кіргізбейін деп айғалап, секіріп, үйді қозғап қорқытады. Еш нәрседен қорықпайтын қасқыр, бұндайды көріп қорқып қашады. Қоян тағы жолда жылап жүрсе, оған өгіз кездесіп, қояннан неге жылап жүргенін сұрайды. Қоян өгізге түлкі үйін тартып алғанын айтыпты. Өгіз қоянға көмектесем деп, барып үйдің есігін соғады. Түлкі болса, қайтадан өз қылықтарын бастап, секіріп, үйді қозғап қорқытады. Өгіз бұндайды көріп қашып кетіпті. Қоян тағы жылап жүрсе, оған әтеш кездесіпті. Әтешке де қоян болған оқиғаларын айтып берген. Әтеш қоянға осы жерде тұра тұр деп, барып үйдің есігін қаққан. Түлкі болса, қайтадан шулап, секіріп, үйді қозғалта бастаған. Ал әтеш түлкінің қылықтарынан еш қорықпай, үйдің төбесіне мініп, түлкіні қуа бастапты. Түлкі төбедегі әтештің дүрсілдерін шошып, есіктен шығып қалың орманға қашып кетіпті. Содан бері қоян мен әтеш сол үйде бірге тұратын болған. Достар, лайк басып каналымызға тіркелейік.